Сәлем балақай, бүгін біз сенімен бірге қарама-қарсы мағыналы сөздермен танысамыз. Ал ендеше бастайық. Үлкен сөзіне қарама-қарсы мағыналы сөз кішкентай. Жас, кәрі. Аласа, биік. Жоғары сөзіне қарама-қарсы мағыналы сөз төмен. Жылдам, баяу. Күлу сөзіне қарама-қарсы мағыналы сөз жылау. Алыстық сөзіне қарама-қарсы мағыналы сөз қандай болады балақай? Әрине, дұрыс айтасың, суық. Жарайсың балақай, сен бүгін қарама-қарсы мағыналы сөздерді үйрендің. Саған менімен бірге оқыған ұнаса, каналымызға тіркел. Келесі видеода көріскенше.